ерекше күнге жиналып отырмыз. Бұл Наурызнаманың 10 күндігіне орай және Таза Қазақстан акциясының аясында Наурыз мерекесінде барлық жаңару мен жаңғырудың бастамасы болып табылатын кезеңде осы Төле би ауданының қоғамдық ұйымдары, ардагерлері, депутаттық корпус және барша халық болып табиғатымыздың жаңаруына өзіндік үлес қосып жиналып отырмыз. Құрметті Төле би ауданының тұрғындары және Ленин қаласының тұрғындары, сіздерді аз Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Бұл үлкен үрдіс, жастарға үлгі. Сол үшін барлықтарыңызды осындай сенбілікке қатысуларыңызды сұраймын. Бүгін тазару күніне байланысты атқарылып жатқан Таза Қазақстан акциясына депутаттық корпус атынан қатысып отырмын. 14-ші күннен басталған Наурызнама бағдарламасы көрісу күннен басталуда. Бүгін соңғы күн 23 наурыз тазару күні болып, бүкіл Төле би ауданының мемлекеттік қызметкерлері, ардагерлері, коммуналдық мекеме қызметкерлері, жастар, депутаттар барша халық болып атсалысып тазару күніне қатысып жатыр. Міне бүгінде аудан тұрғындары, аудан ардагерлері жұртшылықпен бірге жастарға үлгі болу мақсатында сенбілікке шығып отырмыз. Бұның өзі жаңару күні, жаңа Қазақстанда ардагерлеріміз жастарға үлкен серпін береді. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, халқымыз бақытты болсын, келешегіміз, болашағымыз сара даңғыл болсын. Рахмет.